Қолтықтағы жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Мамандар кеңесі. Қолтық не себепті терлейді? Ағзадан тер шығу бойдағы термореттеуге қажет табиғи физиологиялық процесс. Тер бездері адамның бүкіл денесінде, соның ішінде қолтықта да орналасқан. Дене температурасы көтерілген сәтте тер бездері сұйықтық, яғни тер бөле бастайды. Осы процесс арқылы тер денені салқындатуға көмектеседі. Қолтық асты әсіресе жазда спортпен шұғылдану, физикалық белсенділік және стресс кезінде жиі терлейді. Егер денеден тер бөліну процесі нормаға сай болса, ол қалыпты жағдай. Ал егер шамадан тыс көп болса, онда ағзада ақаулар бар болуы мүмкін. Мұндай жағдай патологиялық болып саналады және гипергидроз деп аталады. Осындай патологиялық жағдайларда тер әсіресе қолтықта, алақанда немесе бүкіл денеде көптеп бөлінеді. Яғни адам белсенді жұмыс жасап, ештеңеге алаңдамаса да, ыстықтап, спортпен шұғылданбаса да, денеден тер көп бөлінеді. Жалпы адам без жұмысын саналы түрде басқара алмайтындықтан, ол денеден тердің бөлінуіне кедергі келтіре алмайды. Тершеңдіктің бірнеше себептері мүмкін. Тұғын қуалаушылық, вегетативті жүйке жүйесінің жоғары белсенділігі, эндокриндік патологиялар, жүрек ритмінің бұзылуы, артық салмақ, зат алмасу процесінің бұзылуы, көп мөлшерде дәрі ішіп салдарынан ағзаны улау, яғни дәрілік заттардың жанама әсерлері. Гипергидроздың нақты себебін анықтау мүмкін емес. Көбінесе ол тұқым қуалайды және адамдарда 20-30 жаста пайда бола бастайды. Созылмалы стресс, дұрыс тамақтанбау, гиподинамия сынды ағзаға салмақ түсіру тершеңдіктің негізгі себебі болуы мүмкін. Медицина ғылымдарының докторы Дженнифер Робинсон Уэбб басылымында жазғандай, америкалықтардың шамамен 2-3 қолтықтың шамадан тыс терлеуінен қолтық асты гипергидрозы немесе алақан табан гипергидрозы зардап шегеді. Тершеңдік сонымен бірге бездердің қызметін реттейтін вегетативті жүйке жүйесіндегі ақаулардан да болуы мүмкін. Бұған эндокриндік патологиялар, атап айтқанда инсулинге төзімділік, гипертиреоз да әсер етеді. Аритмия, тахикардия сынды кейбір жүрек қан тамырлары аурулары да гипергидрозға әкеп соқтырады. Шамадан тыс терлеудің себебі артық салмақ пен метаболизмнің бұзылуы, қатерлі және қатерлі емес ісіктердің де кейбір түрлерінің әсерінен болуы мүмкін. Сонымен қатар, гипергидроздың белгілері көбінесе жасөспірім кезіндегі гормоналды өзгерістер уақытында көрінеді. Қолтық терлеп, ондағы жағымсыз иістен арылу үшін не істеу керек? Егер қолтық жазда, күйзеліс кезінде немесе физикалық белсенділік уақытында терлесе, онда арнайы шаралар қолданудың қажеті жоқ. Ал егер керісінше көп қимылдаған жағдайда тершеңдік белгілері болса, онда маман кеңесіне жүгінген жөн. Сол сияқты кешкі және түнгі уақытта көп терлесеңіз, дәрігерге қаралған жөн. Себебі ол иммундық жүйенің бұзылуы немесе ағзада инфекцияның болуы, сондай-ақ онкологиялық аурулардың белгісі болуы мүмкін. Егер терлеген сәтте әлсіздік, бас айналу байқалса, онда бұл қандағы глюкозаның күрт төмендеуінің белгісі болуы мүмкін. Гипогликемия талып қалуға және диабеттік комаға әкелуі мүмкін. Сол сияқты тиреотоксикоз кезінде қалқанша безінің гормондарының қанға жоғары дозада енуіне байланысты адамда тершеңдік пайда болуы мүмкін. Бұл симптом әйелдерде этеккір циклінің бұзылуына және климакстың келуіне ықпал етеді. Белгілі бір уақытта және біздің физикалық белсенділігімізге байланысты терлеу әдеттегіден көп. Бірақ шындық сол кейде ол күрделене түседі. Бұл біз ойлағаннан гөрі біздің өміріміздің бір бөлігі болуы мүмкін. Тура келеді бактериялардың көбеюін бақылау қолтықта. Лимон қосылған сода, біз мұны білеміз, ас содасы иістерді бейтараптандыруға өте қолайлы. Сонымен қатар біздің үйде тазалау мәселесі әрдайым қажет. Бұл жағдайда біз бірінші бөлікті сақтаймыз және бұл үшін паста жасау үшін 2 қасық лимон шырынын араластырамыз. Душтан кейін сіз оны бірнеше минутқа жағып, сумен алып тастай аласыз. Әрине, оны балауыздан кейін жасамаңыз. Қолтыққа арналған сірке суының иісі де қатты болатыны рас. Бірақ бұл жағдайда үйден шықпайтын кезде шешімді түнде қолданған дұрыс. Сірке суы бактерияларды жақсы басқарады және бұл олардың осы аймақта отыруына және жағымсыз иістің шығуына жол бермейді. Ол үшін таза матаны сірке суымен сулап, қолтықтың астына сүрту керек.
Таңертең душқа түскен кезде сірке суы, тердің иісі кетеді. Шай ағашының майы, бұл мәселені бақылау үшін эфир майлары да өте қажет. Бұл жағдайда біз шай ағашын қолданамыз. Бұл бар бактерияға қарсы қасиеттері, сондықтан оны жалғыз қолдануға немесе лаванда майымен араластыруға болады. Керемет құрал, сонымен қатар бізден жағымды иіс қалдырады. Қолтықтарды бактерияға қарсы сабынмен жуыңыз. Хош иісті сабын бізге ұзақ мерзімді мәселелерде көмектеспейді, сондықтан оны қолданған жөн. Бактерияға қарсы сабын. Оны күніне 2 рет пайдалану жеткіліксіз болады. Ол үшін қолтықты ылғалдандырып сабын жағу керек. Бұл гигиенаның өзі үшін ғана емес, сонымен қатар бұл жағдайда терілерде сақталатын бактериялардың барлық түрлерімен қоштасуға тырысады. Қолтықтың емі, әрине, үйдегі барлық дәрі-дәрмектерден басқа біз үлкенірек сөздер туралы да айталамыз, және емдеу үшін лазерлік нұсқаға жүгінуге тура келеді. Апракринді бездер. Липосакцияның осы типтегі бездерді аяқтау мүмкіндігі бар. Сонымен дененің осы аймағындағы түктерді жоюдың арқасында біз ойлағаннан да жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Барлық нұсқаларды бағалаңыз және сізге ең қолайлы нұсқаны таңдаңыз. Егер осы видеомыз ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылып қолдау білдіріңіз. Сіздермен әлем арнасы.